Бәріңізге сәлем, мен Қазира, каналыма қош келдіңіз. Бұл бейнеде сіздер кедеге сәндік үшін жапсырылған гүлдің тоқылуын көресіздер. Ол үшін біз жіпті ең бірінші қолымызға былай ұстаймыз да былай екі саусағымызды айландырамыз. Мен ілмектің 3-ші номерлі жағын пайдаланамын. Жіпті кішкене тартып, мына жаққа бекітеміз де, осы жерден жіпті бері алып шығамыз. Бекітіп аламыз да, осыны шеңберді айландырып тоқимыз. Мына екі жіптің астынан тағы аламыз, екеу болды. Екеуден тағы да аламыз. Осылай айландырып 12 рет тоқып шығамыз. Екеу, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12-шісі. 12-шісін тестен алып бекітеміз. Енді санаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Біз бұл жерден 3 ілгек, 6 ілгек ілеміз. 1, 2, 3, бұл биіктік. Енді одан кейін 3 ілгек ілеміз. 1, 2, 3, бұл 6 болды. Енді біреу қайырып, ортасына біреу тастап, біреуінен емес, екеуіне бір жолата ілеміз. Екеуінен біреу, екеуінен біреу. 3 рет ілеміз. 2, 3. Адамына біреуін тастап, екіншісінен. Екеуінен біреу, екеуінен біреу. Одан және де 3 ілеміз. Біреу, екеу, 3. 3 ілеміз. Мынадан біреу алып, біреу тастап, екіншісінен ілеміз. Біреу, екеу, біреу, екеу, 3. 3 ілеміз. Біреу алып, біреуін тастап, ортасынан тағы біреу өткіземіз. Біреу, екеу, біреу, екеу, 3. Біреу іліп, біреу, екеу. Екіншісінен өткіземіз. 1, 2, 3, 4, 5. Енді 6-шысы. Біреу, екеу, 3 ілеміз. Бұл жолы мына жақтан санаймыз. 1, 2, 3. 3-шісіне бекітеміз. Осылай бекітеміз. Бұл жерде бізде 6 торчасы бар гүл пайда болды. Мына жерде. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Өзіміз біреу іліп аламыз да, одан кейінгісінен екеу, біріншісінен екеу өткіздігенді 2 рет ілеміз. Біреу, екеу. Мына жерде 3 болды. 3 болды. Сосын кейін мынадан артынан өткіземіз. Мына жерде 4 болды. Ілмекте. Екеуінен біреу, екеуінен біреу, екеуінен біреу. Және де екеу іліп аламыз. Сосын астынан өткіземіз. Екеуінен біреу, екеуінен біреу, екеуінен біреу. Енді бір рет ілеміз ілмекке. Екеуінен біреу, екеуінен біреу. Мұның астындағы бекітеміз мына жерде.
бекіттік. Мынадан бір жапырақты жасап алдық. Міне бір жапырақ. Енді екінші жапырағын жасаймыз. Бір бекіттік. Одан кейін ілмекке біреу ілеміз. Астынан ілмекте үшеу болды. Екеуіне біреу. Одан ілмекке екеу ілеміз. Бір, екі. Екеу ілеміз. Тағымны ортасынан өткіземіз. Ілмекте төртеу болды. Екеуіне біреу. Ортасына екі рет жасаймыз. Ілмекте үшеу. Астынан артып тағып шығамыз. Ілмекте төртеу. Екеуінен біреу. Мына жерде біреу, екеу, үшеу. Үшеу тігілді. Төртіншісін ілмекке біреу ғана ілеміз. Екеуінен біреу. Мынаны ортасына алып кеп бекітеміз. Ілмекті кіргізіп. Бұлай бір жолда бір кіргіземіз, шығарамыз. Бізде екі жапырақ дайын болды. Бізде аяқтадық әдемі гүлімізді. Біздің гүліміз дайын. Оны аяқтау үшін аяқтап жібін қиямыз. Бұл шоқой жіп болғандықтан бұл негізінен күйдіріп құйған дұрыс, себебі бір жібі шығып кетсе, бірақ сөгіліп кетеді жіп. Сол үшін енді мынаны артына жасырып тастаймыз. Бұл гүл кедейге арналған гүл болғандықтан кедейдің тоқылған жібінен чоковый жіппен тоқылды. Басқа да жіптермен тоқуға болады. Әрқандай заттың тоқылған материалына байланысты сәндік сол материалдан болу керек. Сонда әдемі жарасымды болады. Бұл гүл сіздерге ұнаған болса, маған лайк басу арқылы білдіре аласыздар. Келесі бейнелерде көріскенше, мен Қазира. Күйіс бекітіп қоямыз. Бізде міне дайын.